Жаңында қосылған барша көрерменге таң нұрлы болсын дейміз. Қымбат көрермен, тікелей эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Қымбат көрермен, жалпы 2022 жыл әріптес жастар үшін өте бір жетістікке толы жыл болды десек болады. Жастарға үлкен қолдау берілді. Осы бір ретте біздің қонақжай студиямызға келген меймандарымыз бар. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің тарих факультетінің 4-ші курс студенттері Асылжан Нұрланқызы және Рахат Балқұл. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қош көрдік. Жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Таң көңіл-күй қалай? Жақсы. Жаңа жылды қалай қарсы алдыңыздар? Жақсы, отбасымызбен бірге. Енді осы бір ретте студиямыз жайнап кеткен секілді, керемет жетістіктерімізбен келісіздер шын жүректе құттықтаймыз. Өздеріңізбен толығырақ танысайықшы. Қай өңірдің тумасы? Ақтөбенікісіздер ғой, Иә. Оқуға қалай түстіңіздер, осы жөнінде өздеріңіз толығырақ тарқата айтсаңыздар. Жалпы мен өзім ақтөбенікімін. Шалқарда туылғам. 2019 жылы осы ОБТ-ны тапсырып, тарихтың тану деген мамандықты таңдап түскен етімбіз. Жалпы мұғалім болу ойда болған жоқ. Журналистика мамандығын таңдаймыз жүргенбіз, бірақ солай сатын салып мұғалім болдық. Бірақ қазір өкінбейміз. Рахат? Мен Қандыағашта туылдым. Және осында 2019 жылы тоже Қаныш Сәтбаев орта мектебін бітірдік. Және кейін енді балалық арманымыз болды, мұғалім болу деген. Сол арманды қуып, Жұбанов университетіне түстік. Астында тарих мұғалімдігіне. Осында оқып жатырық, 4-ші курс. Бұйырса биыл бітіріп, диплом аламыз деген ой бар. Дипломға дайындық басталды ғой, иә? Диплом дайындық басталды, диплом тақырыптарын алып, диплом жазып жатырық. Енді осы бір ретте студенттік шаққа бір шолу жасайықшы. Студенттік шақ сіздер үшін қалай өтуде, қалай аяқталып келе жатыр? Жалпы студенттік шақ негізінен адам өміріндегі ең бір қызық шақтар ғой негізінен. Енді біз бірінші курсқа келген кезде ол нәрсені қатты түсінген жоқпыз да, енді бір әйтеуір мектепті бітіріп болдық, келдік деген секілді немен болдық та. Негізінен 4-ші курсқа келіп енді бітіріп артымызға қараған кезде талай қызықты оқиғалар болған екен да. Енді өзімізді тұлға ретінде дамытқан да осы студенттік шақта негізінен. Және де көптеген мысалы білім алып енді ертең мұғалім болайын деп, үлкен маман болайын деп отыр. Сол мұғалімдік жолына керекті азықтарымызды жинадық та осы студенттік шағымызда. Осынысымен қызық болды негізінен. Өзімізді дамыту арқасында, өзімізді тұлға ретінде қалыптастыру мақсатында осы ең бір керемет кезеңдердің бірі болды. Қызықты оқиға бар ма? Есте қалған. Еске түсірсек. Достармен өткен. Мүмкін бір жарыста, байқауда. Енді бірнады бөліп жеп. Ақша жетпей қалған кезде. Ол енді ақша жетпей қалу, үнемі қарын ашып жүру студенттік шақтың тоже бір қызықты заттары ғой негізінен. Олсыз студенттік кезеңді елестету да мүмкін болмайды да. Бізде бір рет группамен бір қызық оқиға болған. Бізде мұғалім болды, Сандуғаш Хасенқызы деген. Бір өте қатал мұғалімдердің бірі, бірақ өте өз маманның ісінің маманы да негізінен. Бәрімізге Сандуғаш Хасенқызы деп айтқызуды үйретті да. Енді біз оған дейін апай деген немен қалып қойғанбыз ғой мектеп кезінде ше. Ол апай сабақ береді, алдында осындай А4-мен жазып қояды, Сандуғаш Хасенқызы деп. Артта бір бала оны көріп тұрған жоқ, Хасенқызы деген жазуды. Енді сыртқа шыққысы келіп тұрды, апайдан сұрана алмай жатыр. Егер апай дейтін болса, ана балаға айқайлап тастайды да апай. Сандуғаш Хасенқызы тұрады, жаңа бала тұрады да, Сандуғаш шығып келсең бола ма дейді да жаңағы тұста ше. Осы жер ең қызықты күлкілі болды. Жаңа апайдың өзі де біртүрлі болып қалды, бірақ апайдың өзінен де өтті да осы нәрсе күлкілі болды. Бәрі шығып келді, Сандуғаш Хасенқызы деп айтып келесі жолы деген секілді осындай бір оқиғалар болды енді. Әрине осы бір студент шақ сонда бір бұл бер жағы деп ойлаймыз. Әрине студент шақ қызықты сәттерге толы. Енді Асылжан мына жерде байқасам өзіңнің керемет жетістіктерін Нұрсұлтан Назарбаев қоры стипендиясына ие екенсің. Өзің толығырақ таныстырып өтші, қандай жетістіктерге жеттің 2022 жылы? Жалпы бұл жол мен үшін ғылыми жобалармен өткен етін. Екінші курстан бастап ғылыми жетекшім бір мақаланы жазуды тапсырған. Бірақ мен ол кезде ешнәрсені де білмеймін, студентпін, апаймен алмаймын деп жүргенмін. Кейін осылай мақала жазуды бастап кетіп, әрі қарай жалғастырдым. 2022 жыл соның қорытындысы жылы болды деп ойлаймын өзім. Себебі осы Нұрсұлтан Назарбаев қорына біз 2 мәрте ұсыныс тастаған едім. Біз 3-ші мәрте қабыл болып ұсынысымыз биыл иесі атандым. Одан кейін бізде қазіргі таңда тарих ақтаңдақтары, алаш ақтаңдақтары тақырыбы өте кең түрде қаралып жатыр. Сол мәселенің төңірегінде мен де ғылыми жетекшіммен байқауларға қатысып, ғылыми жобамызды қорғаған біз, яғни биылғы тақырыбымыз Ақтөбедегі беймәлім қуғын-сүргінге ұшыраған тұлғалар деп алған едік. Және осы жобамызды қорғап, екінші кезең Орал қаласында өткізіп келдік. Үшінші кезең Нұр-Сұлтан қаласында болды. Яғни көптеген алаштанушылар, ғалымдар,
қатысып бағасын берген етін осы жобаның. Яғни 21 ғасырдағы Алаштың ақ жолы жалпы ұлттық байқау және 50 000 теңге сертификат иегері атанды. Қымбат көрермен, міне өздеріңіз көргенде осындай жастарымыз үлкен жетістіктерге жетіп жүр. Рахат, өзің қай бағытта бақ жүрсің? Бізді дінтану саласында негізінен көбінесе осы алдыңғы жылы өткен Юнудағы олимпиададан орын алған болатынбыз. Тоже дінтану несінен қатысып, қазіргі әлемдік діни конфессиялар деген тақырыпта. Яғни енді діни ахуал қазіргі таңда ең үлкен проблемалардың бірі ғой енді. Солыны шешу жолында енді шешсек қалай болады, алдын қалай аламыз деген секілді тақырыптарда жұмыс жасап жүрік енді. Мысалға, алдын жолдар. Біздерге қазіргі таңда енді көптеген жастарымыздың андай бір былайша айтқанда адасушылық дейміз ғой, сондай жолда жүрді енді ше. Енді ол жолдың несін болуының ең үлкен себебі олардың бір фильтрінің болмауында негізінен бастарында ше. То есть бала, жастар, студенттер немесе басқа адамдар мына нәрсенің дұрыс па, дұрыс емес па деген нелерінің болмауы да. Біз енді дінтану деген мамандық болғаннан кейін ертең біз де осы саламен, осымен мектепке де сабақ бере аламыз. Және де балдарға сол фильтрді сіңдіре аламыз деген ойдамыз да. Себебі балдар мына нәрсе болады, мына нәрсе болмайды деп айтудың өзі, болмайды деген нәрсені айту үшін де үлкен бір білім керек та негізінен. Сол білімнің жолында жұмыс жасау арқылы осындай нәрселердің алдын алғымыз келеді негізінен. Осы салада көп жұмыс жасап жүрік. Енді осы бір ретте Асылжаннан үздік студент төсбелгісін байқап отырмын. Қашан алдың? Бұны 2022 жылы алған етімін. Яғни бұл да сол біздің қатысқан жарыстарымыздың, конкурстарымыздың деканат тарапынан ұсыныс берілді. Сол қабыл болып сол кезде алған етіміз. Негізі енді көпшілік студенттік өмір кейбір жастар үшін қызық қуумен өтеді. Ал кейбір студенттер үшін осылай білім жолындағы шыңдалумен өтеді. Жалпы өздеріңнің осы бір студенттік өмірлеріңнің қаншалықты көңілдерің толады? Енді кейбір естеліктерді деп әттең деп еске алып отыратындардың сөзсіз ғой. Дегенмен менің студенттік өмірім осылай керемет өтті деп қанағаттанасыңдар ма өздерің? Иә. Қаншалықты? Бізде болатын еді ғой, бәрімізде. УБТ тапсырғаннан кейін Алматыға түсеміз, арман қуып сол жаққа барамыз деп ойлап жүрдік қой, Астанаға. Бірақ Ақтөбеде қалған кезде андай бір өкініш болып қалады ғой. Оны мойындау керек. Не үшін мен түсіп қалдым Ақтөбеге, мен арманым басқа еді ғой деп қалатын. Өзімде сондай сәттер болды. Бірақ бұл жаққа түскеніме де өкінбеймін, себебі осында алған білім арқылы, ұстаздардың қолдауы арқылы өзім армандаған университеттерге жарыспен бару бұйыртты. Олардың оқу форматымен, жүйесімен таныстық та. Шүкір дедік. Рахат, арманың орындалып келе жатыр ма? Иә, арманың орындалып келе жатыр деуге болады. Өйткені кішкентай бала кезімнен арманым сол мұғалім болу, ең үлкен беделді мұғалім болу деген секілді арманым болған. Енді осы жолда жұмыс істеп жүрік. Және де ол адамның қай университетте оқығаны негізі қатты маңызды емес та. Адамның өзін жетілдіргені маңызды негізінен. Ол кез келген университетте ол өз-өзін ең үлкен фул мамандыққа жеткізе алады да негізінен, егер де ол қатты өз-өзін тырысып, өз-өзін қуалайтын болса. Және де студенттік шақтың осынысымен қызық болды негізінен, өзіміздің қуымызбен, өзімізді білім жолында көп күш салуымызбен қызығырақ болды деп айта аламын. Және де арманымызды орындап келе жатыр жайлап. Университет студенттерді қаншалықты қолдайды? Өте көп мөлшерде қолдайды, көбіне еркіндік беріп қойған. Және де студенттер өзінің жаңағыдай ойларын жеке айта алады негізінен. Көп жағдайда ойларын жеке айта алады. Бізде ондай стереотиптер бар, негізінен студенттерді көп жағдай ешкім тыңдамайды. Негізінде ондай емес. Негізінде студенттер өзінің ойын ашық әрі нақты түрде жеткізе алады. Және де студенттің қандай да бір жоба қорғаймын десе, қандай да бір нәрсемен жұмыс жасаймын десе, университет оған всегда не береді, көмек береді, қолдау білдіреді. Мысалы, Асылжанда бізде мысалы қаншама орындар алып жүрік, неше түрлі жерлерге барып жүрік. Оның барлығы негізінен университеттің несінен қаржылай жағынан көмектесуімен де өтіп жатыр да негізінен. Жалпы егер бала істеймін десе, студент істеймін, мына нәрсеге барамын десе, оған университет никогда жоқ деп айтпайды да. Ал енді еліміздің ертеңі әрине біздің қолымызда, жастардың қолында дейміз ғой. Тың идеялар, жаңа жоспар, жаңа леп бізден шығады. Ал өздеріңіздің 2023 жылғы жоспарларыңыз қандай бір жаңашылдық әкелу ойда бар ма? Иә, біз енді теориялық білімімізді практикада қолдану керек қой енді, осы жылы барынша пайдаланып. Мен өзім бір кішкентайнен бар қазақша подкаст осы тарих тану несінде жүзеге асырғым келеді. Неге? Себебі бізде қазақша контенттер өте аз да қазіргі таңда. Және бар болғанмен сапа жағына мән аударып, одан кейін аудитория барынша қызықты болу керек.
егер осы нәрсені қазірден қолға алып алсақ, ертең мектепке барып жұмыс жасаған кезде де оқушылармен жұмыс жасаған оңай болады да. Жалпы осындай кішкентай бір бастамалар бар әзірге. Ал енді жаңа айтып жатырмыз, арман жайлы айтып жатырмыз. Енді бір өкініш болды дедің, Астана, Алматыға бір бармай қалған. Алдағы бір жоғары оқу орнын, мүмкін магистратураны әрмен қарай оқу ойда бар ма? Басқа қалаға бір арман қуып енді, мүмкін арман енді орындалар. Иә, мүмкін. Жоспар бар ма? Жоспар әзірге жоқ. Себебі жұмыс жасап, практикада қолдағым келеді. Магистратура оқу сіздерде ойда бар ма? Ойда бар негізінен. Білімізді одан әрі шыңдау, жетілдіру, жалғастыру деген секілді магистратура бар. Яғни неде шетелге қарай кету деген жоспар бар негізінен. Енді ол сен жоспармен жаңағыдай жолының несіне байланысты. Жалпы ең үлкен мақсатымыз пока сол болып тұр. Шетелге магистратураны оқып жалғастырып, қайтадан елге оралып, үлкен бір маман иесі болу деген. Негізі енді педагогтер үшін 4 жылдық білім аздық етеді. Сол үшін де меніңше көбірек енді тіпті өмір бойы ізденудің өзі аздық етеді деп айтады ғой. Сол үшін де енді шыны керек әрі қарай да оқуды жалғастыру ол бір үлкен жоспарлардың бірі. Енді мынандай бір енді бүгін біздің бағдарламамыздың тақырыбы осы армансыз адам болмайды деп жатырмыз. Өздерің енді білім саласында жеткілікті бір армандарың орындалды деп санасақ болады, иә? Бірнеше бағытта осындай ғылыми жобаларды қатысып жүлделі орын алып үлгердіңдер. Жалпы енді алдағы уақытта өздеріңді енді қаншалықты арманшыл адамбыз деп есептейсіңдер? Жалпы арманға жету үшін қандай қадамдар жасау керек? Жалпы өте қияли адаммын негізінде. Былайша айтқанда, жалпы Мағжан Жұмабаев өзінің «Педагогика» деген кітабында айтады, негізінен балалардың арманы олардың құстардың қанаты секілді қылып алуымыз керек дейді. Яғни бізде балаларда мына нәрсе болмайды, мына нәрсе болмайды деп көп жағдайда ата-аналарымыз былайша айтқанда қанаттарын қырқып атады да негізінен. Дәл солай секілді көп армандаудан ұялмау керек. Яғни мәңгі лаулап жану үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға дейді ғой Мұхтар Шаханов. Яғни сол секілді қаншалықты армандар үлкен болатын болса, қаншалықты қиын болатын болса, ол соншалықты сол жерге жету де, оны орындау өзімізге ләззат береді да негізінен. Және де сол сияқты өте көп армандаймын, және де сол арманға жету үшін неше түрлі жоспарлар қоямыз. Нақты бір арман болу керек, және де сол арманға жету үшін нақты бір лестница болу керек жоспарлар ретінде. Асылхан, сен қаншалықты арманшылсың? Мен рахаттан кейінгі осы мәселеде қосып кеткім келеді. Шынымен де жоспар өте маңызды да. Жоспар мен тайм менеджмент. Қазірден бастап студент өзінің студенттік шағында меңгеріп алса, әрі қарай өмірінде үлкен бір көмек береді. Бізге ұстаздарымыз да айтатын етін, даже педагогикада да қолдануға болады да осы тәсілді. Ең бірінші соңғы жететін нүктеңді анықтап ал, нәтижеңді. Одан кейін алғашқы қадамыңды анықтап ал жоспарында. Әрі қарай сен ешқандай жаңа ожидание, реальность деген нәрсеге тап болмайсың деген сияқты. Бәрекелді. Асылжан, рахат, сіздерге алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Бұл жетістіктеріңіздің тек қана бастамасы болсын, армандарыңыз орындала берсін, тек қана шығармашылық табыс, үлгілі ұстаз болыңыздар. Мақтанар шәкірттеріңіз көп болсын дейміз. Қымбатты көрермен, бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Осы бір ретте біздің әріптесіміз Айжан Ерланқызының тұрақты айдары керек кеңеске кезек берейік.